Бұздар ақжаулықты аналарым, ақшапанды, ақсақалды даналарым. Ұлдан көрген қызықшылық. Керемет тойымыз ислам балапанымыздың бесік тойына қош келіпсіздер. Дастарханы жайнаған, қары қазан ошағында қайнаған, қонақта бір Аллам несібе мен бақыт құсын байлаған десе, осы тас болаттай ағамызды. Мерейтой, керемет тойын басқарғалы тұр емеспін бе? Аузын асыша жүрегі көрінетін. Әттең Тасболат ағам болғанда бұдан да керемет өтермен. Шіркін, әттең ай деген нәрсе қылады екен. Өмірде ешкім мәңгі өмір сүрмейді дей тұрған менен. Сондықтан Аллаға шүкір, бүгін міне осы Тасболат мырзаның жетегінде, Забирадай анамыздың етегінде ұлымыз Батырхан мен мөлдірдей алтын келінімізден ислам балапанымыз дүниеге келіп отыр. Ал ендеше осы Рамадан елінің қазір айтар болса, 40 молдық елінен келіп отырған құдалар, қолдарыңыз бір көтеріп қойсаңыздар. Жиендеріңіз қарсы алыңыздар. Ал кеттік. Жиендерді қарсы алайық. Біздің ислам балапанымыз Батырхан әкесінің 2 айда табатын табысын 2 минутта тауып келе жатыр. Құдай қаласа нағашылар жағына барды да 2 минутта тауып келе жатыр. Забира жеңше тоянан жинап қоймаңыз. Көріндігін жинаңыздар, көріндігін. Келіңіздер. Тамаша, керемет міне. Мына жақта да беріп жатыр. Қандай тамаша, Батырхан келе өжіңдері, кел. Мөлдір, әдеме естерінде сөйлеп қалдырайын. Келіңіз, бала. Забира ханым, келіңіз. Тағып жатқан сіздер. Қайсыңыз бірінші тұрмысқа шыққан?
танимын ғой бұл кісіні. Мені таныдыңыз ба? Мені таныдыңыз ба? Кезінде сізді ұзатқан едім ғой мен. Шаңырағында десек, ең қуанышты бесік той. Құтты болсын жүйше. Шаңырағымыздың жаңағы әлемек сәні болған, мәні болған, өмірінің жалғасы болған. Мәкеш қуан. Тамада осындай тойлар көп болсын, жұғысты болсын сізге деймін. Құлағы жақып қайдам. Ортаға берекелі кіші кәнекей. Жібер музыка. Енді апалар билесін деп тұр, енді жақсылап билейді Құдай қаласа. Қош келіпсіздер нағашылар. Нағашылар жанның әрқашанда бағашылар деген. Жиеннің жақсы нағашыдай десе, біздер айтарымыз нағашылар. Той түріне қош келіпсіздер, нағашында сыйлағын ақ сүт үшін анаңның, жан жарында сыйлағын бақытшын балаңның десе, біздер жол-жолмен сұраса, арамыздағы ең үлкен әпшім қай қаладан келдіңіз? Ташкенттен. Бәсе біздің Асырада да бұндай көйлек жоқ. Бір қошымен ұрып қойыңыздар нағашыға. Болсын, қайынтырдың гүлей, бес тойларымыз құтты болсын, İslam баламыз қатта жігіт болсын, әпеген құлабетін бестері, киімдері жақсылықта әрдайым кие берсін, тойларымыз тойға оса берсін, арқасынан Шымболат пен Ерболаттың тойлары ең бола берсін, әрдайым сіздің жақсылығыңызға келе берейік. Шапалақ тұрмайтын күннің тойы екені. Әпкеміз сонау Ташкент шаһарынан келіп отыр емес пе? Жеңгеміз міне қандай керемет, өзі де сөзі де. Құтты болсын. Бес тойларың құтты болсын. Құда қаласа, қайықта жігіт болсын, қонақтарыларын әкелген ұйымдары ыстық денелерінде тоздырсын. Осы жігітіміздің арқасына ұлдыр қызды бере берсін. Тойға келіңіздер Құдай қаласа. Әумин деп қояйық. Енді қайсы әпшем? Бикештер сөйлесін, тыныш. Ойбай. Мына жеңгемізге қараңыздар онда. Алқасы да алтын, жүзігі де алтын, білегі толған алтын, күл. Ойбай, түсіне дейін алтын екен ондай кісінің. Құрметті қонақтар, мынау бес тойымыз құтты болсын. Әнші болып түріміз ұқсап тұр, бойымызда менімен бірдей. Қандай ән айтамыз, кеттік. Күй тартылып барлық әуен айтылсын. Ана атанып жастық шағын ойлағансың. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Сәбилердің туған күні тойлансын. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Сәбилердің туған күні тойлансын. Көрдіңіздер ме? Міне, тағы да айтарымыз, сол әншінің тойына әнші келеді, тәлпіштің тойына тәлпіш келеді деген. Қонақтар. Мына сіңнің бүгін мына жасап жатқан бесік тойың құтты болсын. Құдағилар алып келген бесіктеріңіз құтты болсын. Ішінде осы немерелеріміз келініне улана берсін, ұлды қыздар. Алып келген тоза берсін. Сіздің үйінде әрдайым той болсын. Қақылмасын, бұл тойға келе берейік. Артылып, тәжденіп. Әрқашанда әпкелер, түрлеріңіз қосылатып ұқсайды екен бірақ. Мына қыздың түрі қосылмайтын сияқты. Точно? Қосылмайтын едім де соңында әңгіме айтып жүрмейсің.
Молодцы, хорошо. Аскеріне екі қолды бос қойдық десек, мынау агенді. Жасы ай кісілер болады екен. Жүріп тұрса тұрады, отырса отырады, билесе билейді. Көкшіл көк түсті киіп келгендер бар ма? Көкшіл көк түсті киіп келгендер таң қаза алғаш болады екен. Өзі ғана ішіп қоймай, жан-жағына түсті қоймышқы келеді екен. Ал енді мен дәл осы тойға Забер көңілді қода музыка қойылғанда ерекше орын алып тұрады. 2, 3! Ерекше шабыт деген номинация береміз. Міне керемет көңіл болады. Ал енді бар ма? Чорныйды ойбай бар екен. Келеміз әшке. Жібер музыка. Шоқ-шоғына. Дұрыс! Молодец, міне. Қандай тамаша. Кредиті жоқ. Қош келіпсіздер. Отасқандарыңызға неше жыл болды? 40 жылдай, сіздікі? 50 жыл. Мүлдем іздемейсіз ба? Қайықта жүрсің, кіммен жүрсің деп? Ой, енді қатырақ болды. Іздемейсіз ба? Мен іздемеймін. Неше рет звондадым? Ой, байғынан бері видеомен звондадым. Молодец. Мынандай әйелді қызғану керек қой, дұрыс па? Қандай тамаша құрмет ағайын, міне. О, мына салфеткалар бар екен, 300 теңгелік. Қайсысын аласыздар? Рахмет. Ал бір қошемет аймаңыздар.
сөйлеп жатсыз. Есіміңіз? Назира. Назира ханым, бұл әулетте кім боламыз? Класстасым. Класстасы екен ғой, қандай тамаша. Қандай ән музыкадағы? Құрдастарым бар молодой, достарым бар золотой. Молодец, молодец, күшті. Қалаған сыйлығыңды ал. Қалаған сыйлығымызды аламыз. Келесі музыканы қоя береміз. Келесі музыка. Asmandaki ayım degen edin ya, güzellik boyum degen edin ya. Екеуміз дубили алмай екенбіз болған, бәрібір. Боламыз. Қыз болады. Қыз болады. Қыз деген қонақ. Қыз қыдырып жүреді. Рысқын есібесі шұбырып жүреді деген. Қандай музыка жұмбақ болды? Қойып жүрсінші. Билік келінде есі шығып кетті. Қайт. Шапалақ тұрып баспенен дейді. Ұрғандай болдың мені. Таспен. Біліп жүрсің шәпшек. Кет, қалаған сыйлығымыз аламыз. Ана үлкен кісілерге восточный музыка. Ортада билейді вальс. Қандай керемет. Есіміңіз? Кім боламыз? Забир общемін сіңілесі. Қандай тамаша, қандай ән музыкада? Сұрболғансың, күлалмайсың. Мен ба? Қандай тамаша, бәрекелді дұрыс. Қалаған сыйлығыңыз ал. Айырылғыла! Нағыз сұлыға! Сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Әрқайсымыз армандаған арман, мақсат, ниеттеріміз қабыл болып, ел жұртымыз тыныш болып, тек осындай жақсы күндерде бас қосуды Алла нәсіп етсін. Мылтық елі, сіздердің құрметтеріңізге бір үстел айырмай шапалақ ұрып отыр. Естіңіздер ме? Тойға шыққандарыңыз тағы да құтты болсын. Мен ортаға арнайы Оразгүл ханымды шақырайын. Келіңіз, Оразгүл ханым жаныма келіп тұрсаңыз. Мына кісі ма? Мен бұл кісіні құдашама деп қылсам. Забир анам қайықта. Келіңіз, құдағыңыздың астына тұрыңыз. Сонда Қонаев мырза Шәмші атамыздан сұраған екен. Қазақ даласының ерке ұлы Шәмші, мынау қазақ даласында 42 әріп бар. Сол әріптің ішіне қай әріпті жақсы көресің десе, Шәмші атамыз ойланбастан қа әріпі деген екен. Неге десе, біз қай мемлекет төрге шығып хан болғандарыңыз құтты болсын. Енді бабалар бағасын берген шын жұрт нағашын десе. Көпшілік қауым сәлем бердік. Осы ислам кішкентай ұлымыздың сол бесік той екен. Оған денсаулық тілеймін, ұзақ өмір, биіктерден көріне берсін, ата енесіне, әкелген заттарымыз тоза берсін, өмірі оза берсін. Құдағи, мына бесік тойымыз құтты болсын. Енді 2 жас бақытты болсын, артынан өрлі-шүрлі бала шағалығы болсын. Мен Шымкенттен бәсе біздің Киевте бұндай көйлек жоқ. Дұрыс, бір қошеметтеп қойыңыздар. Құрметті қонақтар, құдалар, мына бесік тойларыңыз құтты болсын, неберелеріңіз көбейе берсін. Оразгүл, Тұрсынбай, неберелерің құтты болсын, бау бек болсын, өсіп өне.
Келіңіздер. Өмірде кім қартаймайды десең, Құдаша ғана қартаймайды екен. 80 жасқа толса да Құдаша, 8 жасқа болса да Құдаша. Қош келіпсіз Құдаша. Қолы жер нәжесіз ба? Ең дәуі міне біздің Мөлдірдің әжесі. Шөбере сүйіп отыр. Мөлдір қызым мен күйеу балам бақытты болсын, баянды болсын. Осы үйге той деп келейік. Мына құда балдар үйленбейін, және тойға келейік. Бақытты болсын жастар. Көрікті десең көрікті, бөрікті десең бөрікті, дәл осындай сұлу құдағиды кім қай тойдан көріпті? Оразгүлдей құдағиларыңызға бір қошемет беріңіздер. Әнелеріміз үлкен азамат болып, ізінен ол қыздар ере берсін. Қандай тамаша, әйелдің аз сөйлегені сауап негізі. Өте керемет, ана шіркін жүрегіндегі бар жақсылықты балаға тілейді ғой. Иә, өмірде ананы баламен, баланы анамен сынамасын деп бекер айтпаған. Сондықтан балапандарыңыз аман болсын. Ал енді осы Тасболат мырзаның шаңырағының керегесі, берекесі де болып отырған, орнын ойсыратпай ұл қызына ие болып отырған, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, батыр ана, мықты ана болып, міне ұл қыздарын үйлендіріп, ұясына қондырып, ұлдарын қияға, қыздарды қияға, ұлдарын ұяға қондырып отырған жан емес пе? Забира ханымға бір қошемет етіп қойыңыздар. Жандар болса бір қошемет беріңіздер. Иә, мен Забира менен Батырханға айтарым. Батырхан келді ма, осында ма? Иә, бақытты дейді, жоғарыдан іздесең ясы бар еді, қазынасы бар деген. Осынау қазыналарында әдеметіп тәжігі тастарыңа ұстасаңдар, әбден жарасады. Мекке менен Мәдина жердің ұшы, алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ата-ананы құрметтесең тірісінде Мекке болып табылады үйдің іші деген. Осынау Мекке, осы жәннаттарыңызды аман есен 100 жасқа толтырыңыздар деп тілекші. Енді біздер мына құдағиға бірдеңе береді ме? О, алтын жүзік, ең соңғы үлгідегі. Көре алмағандар шапалақ ұрмайды. Иә, алтындай қолыңызға алтын жүзік, осынау әдемі қызды берейіне бастырken. О, бұл қай фирма? La Sagrada'nыкы. О, ең соңғы үлгідегі молодежный әдемісі. Құдағи жас қой деп әдемі курткасын алып қараңыздаршы. Рахмет. Мынаға мән берген жандар бар ма? Қазақ шіркін әрбір сөздің қаймағын көмкере, әр әріпке мағына шығарған ғой шіркін. Құда деген сөз 4 әріптен тұрады, дұрыс па? Құда деген сөз 4 әріптен тұрса, 4 әріптің мағынасы қыз бен ұлды дәнекерлейтін адам екен. Ал құдағи деген сөздің мағынасы қыз бен ұлды дайындайтын ғылыми институт екен. Біздің Оразгүл ханым, біздің Мөлдір Оразгүл институт елдің дана келінді болсын деп тағы бір қошемет беріп қойыңыздар. Міне, құдағиға еще осы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың кемпірінде ғана бар, сосын біздің құдағида ғана бар орамал тағыпты. Қошемет беріңіздер тағы да. Енді осы құдағидің қолынан ұстайық, соны той төріне алып барайық, отырып қалмай, ана пакетті сөйлеп қоясыздар да, бермен қарай би алаңын толтырайық. Келісіп қоя.
есіктің алды болып кеп жатқан ағыл-тауыл құтты болсын. Мынау шақырып жатқан құдағилар, құдашалар, келіндер бәрі құтты болсын. Шырағым берің сау болсын. Аман болсын. Батырханның зат болсын. Arkasından gelince ele versin. Baktı olsun. Aynanayınıza verelim. Ömür rasın uzak olsun. Olsun ballarının kısamın kırıyor. Adam özümün ölçekmek, balamının çekmek. Atımızda balaşırarak, Cenab-ı zatımızda balaşırarak, benim balaşırarak. Ortağım ne oynattı. Şırağım benim joğumdu versin. Bana keşe şöçektin aldı şimget geldi. Ne yeti cemamı şuğanına şahırgan. Aynalayın rahmet dedi. Özümde şebirimde Cenab-ı şimgetke şah. Oğan balanlar erke şişesini çiğiyor. Batırganın baktığı olsun. Ömür nasıl uzak olsun. Ağzından az gitme, baskından bak gitme, kolundan devlet gitmesin. Şahmıkın jasın versin, ağaydın asın versin. Her vakta mıktı ol şırağım. Otan degen oğay emez, otan bunu ötürtün, sonlarını tepip verirsin. Alacak kutlu olsun nemirim. Мөлдір, келе қойшын, келе ғой, беке, келе ғой. Міне, құрметті ағайын, шөбереден кейін шөпшек сүйіп отырған анамызға бір қош өндіріп қойыңыздар. Кел, мөлдір, құшақташ әпшімді. Сен де шөпшек сүй құдай қаласа. О, міне, маңдайынан сүйіп қойыңызшы балапанымызды, маңдайынан. Міне, шөпшек сүйсін. Забира әпше, сіз де келіңіз. Мына әпшеңіздің қолынан алып қойыңыз. Иә, қолынан алып құшақтап сүйіп қойыңыз. Шөпшек сүйіңіздер. Әпше, мен де сізді құшақтайыншы. Шөпшек маған да берсін. Апау, сіздің жасыңызды маған берсін. Менің жасымды сізге берсін, құдай қаласа. Аман есен ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз алтындай болып. Ал енді әрмен қарай тілекті жалғастырайық. Қош келіпсіздер. Келіңіздер әпкелер. Рахмет ойнады. Бір асықпай бұқ ма? Мына тоға жиналған үлкен кіші ағайын жекжаттар. Мына жаңа құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Төрге шыққандарыңыз ұзағынан болсын. Мына бұл кім демеңіздер, мен мынау Замира келіннің абысыны болам. Мынау келін, мына тойларын тойласын. Тойдан келде болмаңдар. Айналайын балам, мынау бір басыңды екі қылғанда бір қуанып өп келін. Енді құда қаласа мынау үшеу болыңдар. Өздеріңмен өздерің өніп өсіп, Рамаданның ұрпағын көбейте беріңдер. Тегін келін үйге тойға келейік. Тек той болсын үйінде, жақсылық болсын. Мына жастарымыз бақытты болсын. Мына бүгін тұсауын кесіп атқан немере, құда қаласа бір атта мініп азамат болсын. Би болсын, би болмаса да би түсетінде үй болсын. Милетіміз мына той жұғысты болсын. Барлықтарыңыз бақытты болыңыздар. Ал құрметті ағайын, тыңдалмаған сөз жетім деген. Сөз қадірі өз қадіріміз. Мынау кеуде қаққан менмін деген батырдың өзі, менмін деген ақынның өзі. Мынау халқы тыңдамаса сөзден жаңылса деген. Сондықтан сәл назарды бер қарай тұрайық, әрмен қарай тілек ниетті жалғастырайық. О, келіңізші әпше. Араларыңызда ең томпиып қалған өзімен өзі осындай. Қош келесіз. Мен Өзбекстан айтылмын, сыңдам. Мен жен қыз болам бұл үйге. Жен қызға қошымен. Тағаларымыз болады. Мейлі Замира қиған тойым құтты болсын шырағым. Тойым тойға ұлғансын. Алланың берген небері шөберелер құтты бола берсін. Тойдан басың шықпасын. Мына құдағиға рахмет, әкелген бұйымдары ыстық бересінде тоссын. Бәріңіз той көріңіздер. Келіңіз енді, ой, алтындай жарқыраған әпкелерім бар менің. Келіңіз әпке, қосылыңыз қатарға, о, тамаша. Осы екі әпкем тейіндесін. Келіңіз әпше. Ал мынау бүгін ұлан асы аз болса да саз ғана болып той болып жатыр. Мынау Замира бесік той құтты болсын.
алғашқы енді жаңағы оригинал немере ғой, қыздардікі ол барлығы оригинал емес, қыздардан нешеуісі да. Мына оригинал немере құтты болсын, мына құдағиларға да құтты болсын, өтір жақтан деп өтқан. Енді төрге шығып, құда жекжат болып, құла насыр тойды қылып қойғанбыз, енді бұл бесік тойды шағын ғана қылып өткізейін деп. Мынау өзінің көңіліне жақын ғана адамдарды шақырып отыр. Мына тойға ұласа берсін, денің сау болсын, құда қаласа қалған інілерім де үйленіп, осындай бесік тойларды көріп жүре беріңдер, солардың рахатын көріп айналайын. Небере қосыла берсін. Барлық өшеде отқан көпшілікке той тілеймін. Мына тамадағысы өте керемет жүргізіп жатыр. Маған енді той болсаң сені шақырамайын. Тамада сөйлегендерімізге құрметті құдалар, құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына ұйқысын көріп, бәрімізге де нәсіп етсін. Сол енді. Қандай тамаша, бәрекелді. Ал енді қосылауға сәл асықпай тұрыңыздар. Қыз деген қонақ қой, әрқашан мықты тілеулес болып келеді. Қыз деген әкеге құндыз, анаға жұлдыз, жездеге балдыз, жан-жарына жалғыз деген. Осы Тасболат мырза менен Забира ханымның алтын құрсағынан шыққан біздің Забира ханымның Перизат қызымызбенен несібелі қызымыз келіп отыр емес пе? Нағыз осы үйдің тілеулестері. Қыз деген батыр деген ғой, құрметті ағайын. Қыз деген батыр. Но Бауыржан Момышұлының өзі айтқан екен. Ер азаматтан қарағанда біздер дейді, ер азамат болып жауға шапқанмен дейді, өзіміздің елімізге қайтып келуді білеміз дейді. Ал қызды туыла сала жат жұрттық деп тәрбиелейміз. Өйткені қыз жат елге барады, сол елдің ұрпағын өсіреді, сол елде қалады деген. Сондықтан қош келіпсіздер. Ал Перизат айтып айтысташ кәдімгі кел. Қош келдіңіздер. Маман, Исламбайдың есті құтты бола берсін. Құдай қаласа. Құдағилардың алып келген заттарын барлығы сіздеріңізде толсын. Исламбайдың артынан ере берсін, ұлды қыздар, сұлан бағып, өсіріп, Құдай қаласа сүндет тойларын өткізіп. Бұдан да үлкен жиындарда бас қоса берейік. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын. Алла қаласа екі әлемнері осындай тойлар бұйырсын. Алла тағала нәсіп етсін сол күндерді. Не деймін тағы да. Барлық осы жерге келген, тілеулес болып келген көршілер, нағашылар, құда-құдағилар, апаларым, барлықтарыңызға осы тойлар жұғысты бола берсін. Барлықтарыңызға үйлеріңізде осындай үлкен тойлар, қызықшылықтар бола берсін. Біз тек соның барлығына куәгер болып, шашуымызды алып келіп, сіздермен бірге қуанып, осылай тойға шашылып жүре берейік, Алла қаласа. Қыз деген қонақ десе, тыныш кетсеңдер, келемін несіне. Саламатсыздар ма? Қойып келіңіздер жағдайлар. Анашым бұл үйде тойыңыз құтты болсын. Құдай қаласа шағырттан тез қосылыққа келейік, тойға келейік. Мына Исламбайдың артынан ере берсін, Исламбайдың бесігі құтты болсын. Сізге рахмет, керемет жүргізіп жатсыз. Отырған орнынан жоғалмасын, әрдайым осылай кездесіп, жадырап, жайнап, күліп ойнап, қызықшылығыңызға ортақтасып жүре беріңіздер. Баршаңызға рахмет. Үйлеріңізге тек қана жақсылық, той болсын. Баршаңызға жұғысты болсын. Міне, қыз деген қыдырып жүрсе, ырысқы несібесі шұбырып жүреді деген осы емес пе? Әрдайым қыдырып келіңіздер, тек той деп келіңіздер, Құдай қаласа. Қалғанымыз қосыламыз ба? Қосылсақ қосылайық. Енді сіздер бір сәтке жайғастырамыз да, біздер дәл осы ортаға, осы Забира ханымның барша құрбылары, көршілері, мөлдірдің құрбылары болса, ортаға тамаша қыздары тамаша кісі ғой. Көшеміздің үлкені, әпшелеймен негізі кісіні қатар түстеміз бәріміз, бірімізден келгеніміз. Тойымыз болсын, Құда қаласа тойларымыз тойға ұласа берсін. Құдаларымыздың әкелген бесігі Құда қаласа өзіне құтты бесік болсын. Осы сіздердің қадамы сіздерге құт болып, Құда қаласа ел бойларыңызда
үйіңізде беташар той болсын. Мына исламның атынан не бересін? Сіздер әкеле беріңіздер, өйстіп қонақ болып келе беріңіздер, біздер күте бермейік сіздерді. Әпшем үйде ылғи той болсын. Сіздер болып келген жақсылықтың бәрін өзіңіз көре беріңіз. Ұлыңыздың тек қана рахатын көріңіздер. Қыздарыңызға, ұлдарыңызға да көп рахмет. Өте әдемілеп тәрбиелеген бұл кісі. Жақсының жақсылығын айтып, мынау тассын дейді ғой. Қашан да осындай намыңыз тасып жүре беріңіз. Ұлыңызды мақтаныш қылып жүре беріңіз. Құда қаласа, мөлдір келіннен де жақсы келіндер келсін отаныңызға. Тек қана соның жақсылығын бөлісіп жүре берейік әпше. Naqdlarla Türkistan'dan tutulsun. Geliyoruz. Bugün akşam ayımızdan nasıl? Aytan şeyler kesin kullanmasalım. Osakta tartıyla zaten koşuyorlar. Kullanmazlar. Yedi söylüyorsun. Nasıl? Şahsı toy başlar. Arkadaşlar. Toyunuz kutlu olsun. Мен тойда 1 минут пен 5 минут арасында сөйлейтіндер болады ғой. Солар где-то 70-80 жас өмір сүреді екен. 1 минут пен 2 минут арасында сөйлейтіндер 80-90 жас өмір сүреді екен. Қосылам дегендер мәңгі өмір сүреді екен. Toyup toyga olasın, salganaның kırasın, sen bilsin sәлемнің, мәнім берсін көләштің тоғызқандар-ай. Енді мен көрші ақымда бар, төркінім дейтін де бар, сосын сөйлейім дегенім сол. Тойыңызға өте қуаныштымыз, қыз тілеулес дейді ғой, біз тілеулеспіз әрқашанда. Өз жеңгемнен артық көрмесем кейін көрмеймін. Деніңіз сау болсын, қуанышыңызға әрдайым ортақ боламыз. Сіздерге де той тілеймін, қуаныштарыңызға ортақпыз. Төрге шығып, сіз біздесіп, тойласып, 1000 жылдық болсын құдалық. Мен бәріне қосылам. Қандай тамаша, иә? Әнші, осы Батырхан мен Мөлдірдің ұлдары исламның бесік тойы құтты болсын бүгін. Барлық қонақтарға рахмет, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Осындай үлкен кісілердің барлығын айтқан сөздеріне қосамын, періште дұғаларың ашылғана берсін. Ең кішкентай дастархандарыңыз осы болсын, бұдан да үлкен тойларда кездесе берейік. Сөйлемей кетсек болады, жәнежінше. Құда қаласа бүгінгі қуанышыңыз құтты болсын. Құда-құдағилар, көрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жегенше құда қаласа немереңіздің бауы берік болсын. Бүгін шілдехана бесік тойын тойлап жатса құда қаласа. Не үшін шақырдым? Бүгінге кім болса соған салдырып тұрған қазақта ғидаға шамсыз қалмайықшы. Ырымның бәрін ол... İslam'ın dini sağ olsun. Arkasından uğurlarınızı hele versin. Uğurlu şukurlu olsun. Hayırlısı Mustafa'nın жақсылығын көре берсін. Қандай керемет. Ал апа, сіз де бір ауыз бірдеңе деңіз. Бесігі құтты болсын. Бесігі құтты болсын, қалаға үлкен рахмет. Артынан ұлдығызды ере берсін. Бәрекелді, міне қараңыздар, 40 мылтық елі аппақ әдемі бесікті алып келіпті. Басын жақындатыңыздар. Басшы болады, білмейтіндей адамдар болады. Айнаға қарап жүзі мәңгі жарқын болсын, өмірі тарақтай тегіс таралсын деп, осы тарақ пен айнаны жастықтың бетіне қойып, оңба оң деп рәсімін жасаған екен. Кәнеке оң терісін біліп жүрсіздер, арыға етереміз апа. Оңба оң. Түсін. Ал, тағы да үстіне қойыңыз, бер қарай сілкіңіз енді. Оңба оң. Ал, түсті, тағы да бір рет. Оңба оң. Түссін арғай оң. Енді жастықтың басына қойыңыздар. Ашып, енді түштімасын жасаймыз. Сосын адыраспан бар ма? Әлде үйден адыраспандап алып кетіңіздер ме? Спичка, яғни зажигалка любойна. Мыңғырдаттан қалас. Мыңғырдаттан жоқ. Алас, тіл көзден алас, дұшпандардың сөзінен, көзінен алас. Аман болсын, міне, алыңыздар. Енді тұштымасын жасайық, көрпесін бұлай ашайық. Ал, тұштыман жасайыңыздар. 3 ұл, 3 қыз. Ал, тұштыма. Тұшты, ұлға беріңіз.
ұрпағымен мың жасасын Құдай қаласа. Ал енді қыздарға береміз. Қыздарға береміз. Не деген қыздар? Ал тұштымадан алыңыздар. Береді, апа, уайымда бар. Тұштыма. Қызда аямай туған екенсіздер, ұл бармадағы. Араластырайық та сізді. Болды енді бізді кішкене исламды шығарып көтерейік, болды. Денің сау болсын. Рамадан елінің жақсы жігіті болып, жақсы фазанты болып, атанаң елін қызметini көріп. Түрк нағашылары шүрен таратқан орыс елі болса, өзінің нағашылары 40 мылтық болса, өзі Рамадан елінің жігіті болса, одан асқан не бақыт енді? Батыр да туған, ақын да туған, дана да туған, 40 мылтық елі де бай халық болған. Раматау құтты болсын, балам, денің сау болсын. Жабулар бар еді? Ал келеміз, жабуларын алып келіңіздер. Міне, Құдай қаласа иманды қари жігіт болсын деп жайнамаз. Және де үлкен міне бай қуатты болсын деп дастархан, құрметті ағай. Міне, енді бесік жырын айтамыз. Апасының жанының апасы орамалын шешіп бересің. Бесікке жақсы бен, жақсы енге жата ғой, жақсы ұйқыға бата ғой. Алла балам, аллая, алла. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берем, байқотаңның құйрығын жіпке қағып берем. Қандай тамаша бесік жыры. Ал енді қай жаққа кетіп бара жатырсыздар бесікті? Қайға, Ташкентке қабақ түймеші болады. Ташкентке беретін ұлымыз жоқ. Қабақ түймейді. Ташкентке беретін ұлымыз жоқ. Ұлымыз жоқ. Екі бас үстін баса бер. Екі апаға қол сода бер. Қолына ал деген жоқ му? Қалтаңнан ақша шыға екі апаға. Сен қойдыма қолдан ақша? Қанша қалтаңнан? Бесік. Ана апаға да соққан. Апа сосаңызшы. Балапанды жылатпай, сөйтіп бордар бесік көтеріп алып кел. Көтер бесік, көтер. Құтты болсын, Рамадан елдің ұрпағы. Мың жасасын. Ордынан көтеріп алып кетеміз. Келген көздеріңізді көріп тұр. Сондықтан да мынауының барлығы үйдің ішінде. Яғни Забира ханымның үйі 150 мыңды манеж апарып қойған екен. Сол манежін өлшетіп арнайы көрпе жасатқан екен. Сосын шифонерін мені шай ішуге барсаңыздар көресіздер. Алып кете берейік мынаны ортадан. Алып кетіңіздер. Кәнеке, алып кетіңіздер. Мынаны ортадан алып кетіңіздер. Енді мына жақты көрсетейік. Дүниелерін көрсетейік. Ең бірінші құдағиға келіңіз құдағи. Үстіңізге не береміз? Не беріп отыр, қазір көрейікші. Ең соңғы брендтегі. Қайсысы бұл? Әкел, микрофон берші. Қай фирма екен? Ла Саграданың ең соңғы үлгідегісі. Апамның өзінің сүйікті түсі еще. Қараңыздаршы, мынау екі құдағи бір-бірімен келісіп алады. Ана құдағиға да байға да осындай орамалмен тұр, осындай бүртке киізген еді. Малы десе. Міне, құдағи деген осындай болғыр. Бір-бірімен ақылдасып отырып, өзіне ұнайтын түсінен алдыртып, әдем болып кию керек. Қошемет бар ма? Апа жарасып кетті үстіңізге. Несібелі менен Перизатқа ең соңғы үлгідегі таза норка жағалы әдемі шуб алып келіпті. Қараңыздаршы. Қалай дейді? Альфард, ойба, неше түрлі. Қалай? Альпака, ойбо, не деген аттар шығып жатыр, қараңыздаршы. Екеуің тыныш кетсін деп әперіп жатыр. Иә, міне керемет. Ол ма, үй
еще Дубайдан алып келген орамал, міне біреуінікі менің қолымда, іздемеңдер. Міне, екеуіне жарасты ма? Жарасты. Өлі, әдемісін-ай, тәй, тіл көзін тасқа. Ыстық денелеріңде тоссын. Екеуің жуасыңдар. Маслу. Қандай күшті бұл? Құдағалдарға, екі құдамаларға. Бойдақтарға ма? Бойдақтарға. О! Гуччидікі! Кесей! Кім бар еді? Шын Болатпенен Ерболатқа ең соңғы үлгіде Гуччиден алдық Турциядан. Міне арнайы заказбенен аламыз. Апа алыңыз. Келесі. Енді балапаны беру керек. Әсіресе қызы бар үйім. Қыста келдім. Сыртынан келетін жилеткасы, курткасы. Алматы Астанаға киетін пухали курткалар, қараңыздар. Алматы Астана. Мынаны Шымкентке киет. Біз жақта жаңбыр аз жауады, күн суық емес. Ал мынаны Құдай қаласа нағашы атасының ауылына барғанда кисін. Кисін ба? Кисін. Мынау мектепке барғанда формасы, қараңыздаршы. Охо. Сосын мынау уже бірінші, екінші сыныпқа барғанда киетіндері. Не деген керемет. Бұл кісілер қазірше сүндет тойға дейінгісін алып келді. Сүндет тойда тағы да алып келеді. Одан кейін тағы да үйленгенде тағы да алып келеді ғой. Атайыл алып келеді еще. Мынаны қараңыздар, тоқымалы, әдемі, шетелге кисін. Кисін ба? Кисін. Мынаны Құдай қаласа, пижамалар қараңыздар. Не деген әдемі. Балабақшаға барғанда киеді. Ал мынаны Жетісайға барғанда киеді. Ал мынаны Асық атаның ішінде апасымен қыдырып жүргенде кисін. Міне не деген талғам, құрметті ағайын. Қараңыздаршы, не деген талғам. Барлығы спортивкалар әкесімен бірге спортзалға барғанда кисін. Охо, мына қызыл киімдер де араласыпты. Арқасынан қыз ерсін деген үміт киімі. Ол ма? Мына жаққа қараңыздар енді. Мынау нағыз шетелдік сапарға барғанда киетін киімдері. Турцияға барғанда осыны киеді. Таиландқа барғанда осыларды киеді, қараңыздар. Міне мынаны Таиландқа барғанда киеді. Ал мыналарды Дубайға барғанда киесін деп тілеңіздер. Міне барсын. Міне қандай керемет. Көріп отырсыздар ғой, бәрі сапалы. Біздің кезімізде деймін, апа. Ползыңки бар үшеді. Қысқартпаса астын қайшымен кесін, нәски кесіп қойшеді. Қазіргілердің бүкіл киімі бар. Анау бір апам айтады, 60-ға келген. Мен тағы бала тоғым келді ғой дейді. Ол түгілін біздің де тойымыз келеді, дұрыс па? Қандай керемет киімдерін қараңыздаршы. Барлығы сапалы. Сіздерге көрініп отыр ма? Ертең әжептер әңгіме қылсақ қарап отырыңыздар. Ең әдемілері, мынау не деген әдемі, қараңыздар. Көрсең көзің тоярлықтай. Кім таңдады бұның барлығы? Сен таңдадың ау деймін. Солай ау. Көрініп тұр ғой, талғам мықты екен, қараңыздаршы. Қандай тамаша киімдер, міне. Барлығы мынау балабақшаға барғанда пижамасы. Міне үйге киетін пижамасы бөлек, спортивкалар неше түрлі. Барлығы сапалы, 12 айға 12 түрлі бас киім. Мынау жолдорба арнай осы жастардікі. Мынау 12 айға 12 түрлі аяқ киім. Әр айға өзіне белгілі. Дұшпан аяқ астында болсын деп бір шабан ұрып қойыңыздар. Мынаның барлығы осы исламтайға қараңыздар. Мынау уже бағанаға анау жаздық аяқ киімдер болса, мынау күз бір бутик тонап кеткестер ау деймін. Не деген әдемі, қараңыздар, ыстық денесінде тоздырсын. Мынау дәл сөмкені ашамыз. Бұл қызымыздың киімі. Яғни әдемі турецкий әдемі көйлектері. Бәрі орамалмен бірге, қараңыздар. Мынау қызметке киетін халаты. О, тамаша. Көріп отырсыздар ма? Мынау көзайым болыңыздар. Мынау жаздыға. Мынау әдемі тойларға киетін нұмшасымен бірге көйлектері. Двойка, тройка, мына әдемі халаттары, көйлектері. Енді айтып жеткізе алмай. Мынаған қараңыздар, қандай тамаша, сапалы. Мынау спортивкасы. О, спортивкасының өзін қараңыздар. Сосын мынау әдемі двойкасы. О, тамаша, кешкі серуенге жігітімен шыққанға өзінің. Мынау әдемі келін шай дейді ғой, үйге келген қонақтарға осыны киіп, әрі тойға кисе де болады, қандай тамаша. Міне, мен кіші зүйелінің бір орамал таққанына қызығамда әсіресе. Орамалды бір әдемі таққастар ғой. Ұзын қып шашақтарын әдемі қып. Иә, маған тақсын жараспай қалады, дұрыс па? Иә, мынаны қараңыздар. О, қандай тамаша. Мынау күйеу балаға ма? Бәсенің таңды жасыл түс күйеу балаға. Қайсы ол? Күйеу балаға дәл сондай іште біреу ақ па не?
спортивка Бадырханға ең әдемісі міне. Үші қалыңы қыста кие беретін тройка екен, қараңыздар. Тройка. Ал мынау өзіміздің мөлдір қызымызға, охо, қараңыздар. Ең әдемі сапалысы. Тамаша, керемет. Сосын Макс Мараның әдемі осындай пальтосы. Қараңыздар, Макс Мараның. Мынау Ласаградан Норка жағалы. В общем, күшті, керемет. Айтады ғой, әдемі орамалдары балапанымыздың. Мынау алға жапқышы жаялықтары. Охо, как кішкентай, не деймін, қараңыздар. Күшті, өте тамаша ма? Тамаша десеңіздер бір көшелерді қойыңыздар. Мынау жаялықтары әрбір несіне қараңыздар. Осының барлығы. Мынау 2 жасқа арналған бастер. Түгел, сіздерде тағы да қыз бар ма бізге беретін? Қыз жоқ деп қойма. Әбден қиналған ауден бәрі дүниесін жинап. Мынау бір күнде жиналған нәрсе емес. Мынау оразгүл келіпті. Миллион бұл. Бірақ дәл бұндай керемет күшті болып келген мен сіздерді көріп